Енді өз басым Астананы қатты жақсы көремін. Енді қанша концерт қалаларға, бір жерлерге шығамыз ғой, бірақ Астанаға осы асығып тұрам. Өйткені астаналық көрермендер бір ерекше. Табиғаты да, атмосферасы да, ауасы да бәрі ерекше ғой. Астана жарқырап жайнай берсін дейміз. Рахмет. Бүкіл қалаға барған кезде осы сөздерді айтамын мен негізі ше. Қостанай меседерді жақсы көремін, ауа райы бөлек, достар көп деп. О, деп қуанып қалып. Шымкентте де айттым өткенде. Атырауда да айтамын. Жезқазғанда айттым ғой, мә кәдімгі. Сендердің табиғаттарың бөлек дегенде бүкіл халық бір-біріне қарады ғой бейді. Оны қаяқтан көрген деп. Осы сырттағылар қаяқтан біледі деп. Ауа райларың бөлек дегенде төрт моржаға қарады ғой бәрі төбедегі. Негізінде ешкімді бөліп жармаймыз. Қазақстанның қай аймағы болса да ерекше. Оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысы, орталығы қасиетті киелі. Қазақ елі отанымыз жасай берсін. Қанат пен Қайраттың концертіне қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, мына жерде біздің жігіттер өтініш айтып жатыр. Өйткені залда кішкентай баламен келген көрермендер көп екен. Енді ана жігіт танымағаннан кейін көбісі құш деген шығар. Мына жерде кішкентай баламен келген көрермендеріміз бар екен. Егер балаларын жылап, концерт көріп отырған кісілерге кедергі жасап жатса, ол отыра берудің қажеті жоқ. Ол бала қатты дыбыстан неден қорқуы мүмкін. Сондықтан сәл балаңызды көтеріп, фойеге барып, бір 2 сағат жұбатсаңыз, концерт бітеді негізі. Баласыз келген көрермендерді түсініңіздер деп айтқым келеді. Өйткені бұлар Қанат пен Қайратты көреміз деп емес, бір 2 сағат болса да құлағымыз тиышты алсын деп баладан қашып келіп отқан адамдар негізі. Сондықтан сіздердің балдарыңызға ұрынып қалмасын деп атқаным ғой. Негізі ана бала жыласа, мысалы біздің үйде бала жылап шулайды ғой, біз сағалып қаламыз. Сіздерде жүре береді екен. Жоқ, мен шықпаймын. Ана жерде отырып, балаңыз нешеде, кішкентайыңыз неше жасар? Ана жерде, көкем, Қанат пен Қайратты көрем деп келді ма негізі оларда? Жоқ, шынымен балдарыңыз жылап, жан-жағына кедергі жасап жатса, отыра берудің қажеті жоқ. Мен фойеге шықпаймын деп не қылсаңыздар, өзім фойеден зорға кірдім деп андай ашуланады ғой адам. Онда біз отқан бөлмеге келіп отырыңыздар. Болады отыруға. Бірақ енді ол жерде бала ішетін нәрсе жоқ. Өзіңіз бірақ күшті демалып шығасыз. Баланың қайда қалғанын білмей бүйтіп. Қайрат бос-бостан қарай саш деп жейсіз кәдімгі. Ой, не концерт қашан бітеді деп ше. Негізі солтүстік жақтың, оңтүстік жақ халық негізі жұмсақ қой бізде. Біреудің баласы жыласа, біз ашулансақ, дыбысымыз, өзімізге ғана жарасатын дыбыс бар, бір звук бар. Сөзсіз дымсшы дейтін бар бізде. Білесіздер ма, біреуді жақтырмасақ дейміз ғой. Қатты жақтырмай қалсақ, батыста ондай жоқ, ішіне сақтап отырмайды. Ақтау, Атырау жақта жекен. Бір концерттерде батыста көрдік қой, концертте біреудің баласы жылайды ғой. Кәдімде бетіне бұлшет еткізіп айта салады. Саған жаңа айтқан жоқ па, балаңды алда құрсаяна фойеге. Мен пәленбаймын қапы, мен билет сатып алып отқан жоқ, мен бала болғасын тіламаймын, енді маған неғыл дейсің енді сен. Сосын үшінші қосылады ғой. Біз концерт көріп отыр, екеуіңе бақырып отырсыңдар. Сосын төртінші шығады, үшеуің неғып отырсыңдар. Осы 20 адам болады ғой анау. Ойбай, жыласа жылай берсін, тиіспеңіздерші. Негізі, біз бүгін концертте қатты риза болып отырмын. Алдың қатарда баласыз келген екен көбісі. Сіздерге рахмет. Өздеріңіз келгендеріңіз. Енді біреудің баласын жақтырмай қалу ондай жоқ. Әр бала біздің болашағымыз ғой. Бірақ сонда да бала жылаған кезде айналасындағы адамға кедергі жасайды. Мен алдың қатарда көрермендер сіздерге рахмет. Өздеріңіз келгендеріңізге. Біз 2-3 қалада көрдім мен. 3 айлық, 4 айлық баламен келіп отыратындар бар ғой. Ойбай, шынымен сахнада тұрасың, дәл алдында біреу баласын тамақтандырып отырады. Жерде ұлы сөзде ұят жоқ, баласын емізіп отыратындар бар кәдімгідей. Ойлашы, сен сахнада тұрсың, дәл алдында біреу баласын емізіп отырады, адам обидетін ашып. Ойлашы, просто. Жоқ, неприятно же біреу ана жерде тамақ ішіп отырады, сен сахнада әңгіме айтып тұрсың мына жерде. Енді анаған енді басында ыңғайсызданасың, сосын бірақ бірінші, екінші шыққаннан кейін баланың қарны ашса екен де жанарда. Негізі баланың тамақтандырудың тәртібі бар ғой негізі, бүйтіп ары қарап, алдында адам тұрау деп бүйтіп ары қарау керек қой негізі. Просто артында 1000 адам болғасын, осы алдында бір адам осыны құртайын дейді шығар құрсын.
Балдарыңыз енді жылап атса, шынымен біз жаққа келіп отырсаңыздар болады. Сотка мәселесінде түсінсеңіздер, ана жерде сотка түсіріп, апа, соткаңыз күйіп кетсін деп. Шынымен баланың да, сотканың да бәрін үнін өшіріп, ат души демалып қайтыңыздар. Қош келдіңіздер. Рахмет. Құрметті көрермендер, көп осы неше айдан бері гастрольдік сапарда жүрміз, көп жерде сұрақтар болып жатыр. Осы Қанат пен Қайрат екеуі ғана концерт қойып жүр. Бұлар әзіл әлемінен шығып кеткен ба, театрдан бөлініп кеткен ба деген сияқты сондай сұрақтар болып жатыр. Мен осы сұраққа осы жерде жауап бере кетейін. Ондай ойдан аулақ болыңыздар. Біз театрдан шығып немесе бөлініп кеткен жоқпыз. Бізді Тұрсынбек өзі қуып жіберді. Ойнап айтам. Біз Тұрсынбек Аманғалиевич сұрандық. Тәке, біз жасымыз 40-қа кепті. Біз жеке концерт қойсақ, бізге қаншалықты халық келеді. Енді осы уақытқа дейін сіздің қасыңызда жүріп, енді қаншама аншылық концерттерді көріп жатырық. Бірақ енді екеуміз концерт қойсақ, вообще бізді адам тани ма? Біз концерт қойсақ, адам келе ма? Вообще біз кімбіз мына өмірде деген сұраққа жауап іздеп көрейік, бір концерт қояйық, бір рұқсатыңды бер деп сұрандық.